Президенттің жастар кадрлық резервін жасақтау аяқталды. Оған өткен 300 қазақстандықтың тізімі бүгін ресми түрде жарияланды. Ал жобаға қатысуға ниет білдіргендер саны 13 мыңнан астам, яғни бір орынға 43 адам таласқан. Жеңімпаздар қатарында кімдер бар, осы және өзге де сұрақтарға мамандар бүгін жауап берді. Президенттік жастар кадр резерві. Оны жасау жөнінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі бастама көтерген болатын. Біздер мемлекеттік қызметтің маңызды орындарына білікті кадрларды іздеп, барлық өңірде таңдау, іріктеу жұмыстарын жүргіземіз. Тұтастай алғанда, талантты жастардың экономикада, ғылымда, өнерде, спорт пен мәдениет саласында өздерін таныта алу үшін барлық жағдайды жасаймыз. Президент тапсырмасына сәйкес бірнеше ай бойы осы бағытта ауқымды жұмыстар атқарылды. Ұлттық комиссия өз отырысында эксперттік комиссия ұсынған 300 жас кәсіби маманды таңдап алды. Олар алдағы жылдарда мемлекеттік басқару жүйесіндегі жауапты қызметтерге тағайындалады деп жоспарлануда. Жобаның мақсаты да осы. Мемлекеттік билік жүйесінде білікті басшылардың жаңа буынын қалыптастыру. Дамир Мусин президенттік жастар кадр резервіне енгендердің бірі. Талапты жігіт. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетін тәмамдаған. 2010 жылы болашақ бағдарламасы бойынша Ұлыбританияда білімін жетілдіреді. Қазір жеке кәсіппен айналысады. Әуелі өз еліме пайдамды тигізсем деп ойладым. Алған ілім білімімді ел келешегіне арнап, халық игілігіне жаратқым келеді. Шетелде жүріп біраз тәжірибе жинадым. Ел дамуына сүбелі үлес қосып, тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруды көздеймін. Мамандар қыркүйек айында бастау алған жобаның талабы да барынша қарапайым болғанын айтады. Үміткер 35 жастан аспаған, жоғары білімі, 5 жылдық еңбек өтілі болуы шарт. Ал іріктеу келесі тәртіппен өткен. Эсседе жаңағы жобаларды көрсетуде оның барлық онлайн форматта өтті. Оны іріктеген жаңағы сарапшылардың өздері де кімге баға қойып отырған білген жоқ, өйткені олар кодпен тұрды, олардың барлығы қандай адам екені белгісіз. Осылайша түрлі саланың сен тұр мен атайын деген мықтылары іріктеліп алынған. Енді президенттік жастар кадр резервіндегі әрбір жеңімпаз үшін жеке мансаптық жоспар әзірленетін болады. Білімін жетілдіруде қарастырылған. Резерв тізіміне енген әр азамат президент жандағы мемлекеттік басқару академиясы және өзге де ұйымда оқып, біліктілігін арттыра алады. Біз басқару, бизнес, стратегия, экономика, интеллект тақырыптарына тренингтік пакет жасадық. Ал тренер ретінде халықаралық деңгейде тәжірибесі бар сарапшылар таңдалды. Айта кетейік, жоба жеңімпаздары және оған қатысты өзге де ақпараттар ПК Резерв KZ сайтында қолжетімді. Ердәулет Байдуллаев, Жандос Сұлтанғазы, қорытынды жаңалықтар. Осы президенттік жастар кадрлық резервіне енген 300 үміткердің 106-сы жеке сектор, 98-і квази мемлекеттік сектор өкілі. Ал 96-сы мемлекеттік қызметкер. 57%-ның шетелдік білімі бар, ал 43%-і қазақстандық жоғары оқу орындарының түлектері. Іріктеу жеңімпаздарының орташа жасы 31. Тізімге енгендердің 13-і Нұр-Сұлтан, 46-сы Алматы, 5-еуі Шымкент қаласының тұрғыны. Резервке еліміздің барлық өңірлері арасынан жастар кірді. Аймақтар арасынан Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Түркістан облыстары көш бастап тұр.